жолдошчыл ақын. Оның өлеңдерін оқыған сайын ақиқат бейнелі рух, сезім мен сананың бірлігі көңілге ұялайды. Ендеше, қазақ тілі мен әдебиеті пән бірлестігінің ұйымдастыруымен Ақиық ақынның 90 жылдық мерейтойына арналған Жұлдызды сәт атты бірлестіктер арасындағы сайысымызды бастаймыз. Ел балапанды аққудың қауырсынымен ұштау керек. Сонда балапан жазылып кетеді. Сәттілік тілеймін, балаларың аман есен болсын, деді дағы жайменен жөнеп кетті. Балалар қамалауда, самалауда, әлдекім табалауда, шошымай, шолжаң басқан